Қарттар үйінің ұзын дәлізінде жалғыз отырған ақ шашты әйел есік жаққа қайта-қайта қарай берді. Ол әлдекімді күткендей еді. Бірақ бұл жерге келгеніне 3 жыл болса да, оны ешкім іздеп келмеген. Балалар шетелде. Немерелері оны суреттен ғана таниды. Ал күйеуі осыдан 11 жыл бұрын өмірден өткен. Сол күннен бері әйелдің жүрегінде бір бос орын қалған. Бірақ ол бос орын марқұм күйеуінікі емес еді. Оны ешкім білмейтін, тіпті балалар да. Әйелдің аты Күләш. Ол 74 жаста болатын. Сол күні қарттар үйіне жаңа қария әкелінді. Мейірбике оның қолтығынан сүйіп, дәлізбен баяу келе жатты. Қарияның үстінде ескі сұр пальто, басында қара тақия бар еді. Бір қолында кішкентай ғана қоңыр чемодан, екінші қолында сарғайып кеткен хат. Ол хатты жібермей кеудесіне қысып ұстаған. Күләш жаңа келген қарияға бір сәт қана көз тастады. Сосын кенет тынысы тоқтап қалғандай болды. Қолындағы тоқып отырған ақ шәлісі жерге түсті. Ол орнынан тұруға ұмтылды. Бірақ тізесі дірілдеп қайта отырды. Қарияда Күләшті көрді. Оның жүзі әп-сәтте өзгерді. Көздері үлкейіп, ерні дірілдей бастады. Қолындағы чемоданы жерге түсіп кетті. Дәлізде тұрғандардың бәрі жалт қарады. Бірақ қария ешкімді байқамады. Ол тек Күләшке қарап тұрды. «Күләш?» деді ол әрең естілер дауыспен. Әйелдің көзінен жас ашып кетті. Ол бұл дауысты 52 жыл бойы ұмытпаған еді. Уақыт адам жүзін өзгертеді, шашына қартады, белін бүгеді, қолын дірілдетеді. Бірақ жүрекке сіңген дауысты өзгерте алмайды. Күләш екі қолымен аузын басты. «Сағындық», деді сыбырлап. Дәлізде үнсіздік орнады. Жаңа келген қария бір қадам алға басты. Сосын тағы бір қадам. Бірақ үшінші қадамға келгенде аяқ әлсіреп қабырғаға сүйенді. Мейірбике оны ұстап қалды. «Ата, абайлаңыз». Сағындық көзін Күләштен алмай, «Сен тірі екенсің ғой», деді. Бұл сөз Күләштің жүрегін қақ айырып жібергендей болды. Ол орнынан тұрып, Сағындыққа қарай баяу жүрді. Айналадағы қариялар мен мейірбикелер үнсіз қарап тұрды. Екі адам бір-біріне жақындап келе жатты. Бірақ олардың арасында бірнеше қадам ғана емес, 52 жыл жатқан еді. 52 жыл сағыныш, 52 жыл өкініш, 52 жыл айтылмаған сөз. Күләш Сағындықтың алдына келіп тоқтады. Ол қарияның жүзіне ұзақ қарады. Жас кезінде қара қасы қалың, жанары өткір жігіт еді. Қазір бетіне әжім түскен, шашы аппақ, ығы түсіңкі, бірақ көзі өзгермепті. Сол баяғы мейірімді, мұңды көз. «Сен мені неге іздемедің?» деді Күләш. Сағындықтың көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. «Мен өмір бойы іздедім», деді ол. «Бірақ сені басқа адаммен бақытты деп ойладым». Күләш басын шайқады. «Ал мен мені ұмытты деп ойладым». Каналға жазылып, лөпіл басып қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін маңызды. Сағындық қолындағы сарғайған хатты көтерді. «Мен ұмытқан жоқпын. Мына хатты 52 жыл бойы сақтадым». Күләш хатты көргенде дір ете қалды. Ол хатты өзі жазған, бірақ Сағындыққа ешқашан жетпеді деп ойлаған. «Бұл хат сенде қалай бар?» деді ол. Сағындық жауап бермеді, тек хатты оған ұсынды. Күләш қағазды алуға қолын созды, бірақ саусақтары дірілдеп кетті. Хаттың сыртына көк сиямен «Сағындыққа соңғы рет» деп жазылған еді. Бұл Күләштің 19 жасында жазған хаты болатын. Сол хаттан кейін оның өмірі мүлде басқа арнаға бұрылған. Ал Сағындық сол хатты алған күні ауылдан мәңгілікке кетіп қалған. Екеуі бір-біріне қарады. Сол сәтте қарттар үйінің дәлізі жоғалып кеткендей болды. Ақ қабырғалар да, дәрі иісі де, таяқ сүйенген қариялар да ұмыт қалды. Олардың көз алдында 52 жыл бұрынғы шағын ауыл тұрды. Көктемгі лайсаң жол, өзен жағасындағы талдар, мектептің ескі ғимараты және 19 жастағы екі ғашық. Күләш пен Сағындық алғаш рет мектеп бітіру кешінде жақын сөйлескен. Олар бір ауылда өскенімен, бұрын бір-біріне сыр ашпаған еді. Күләш ауылдағы ең көрікті қыздардың бірі болатын. Қою қара шашын екі бұрым етіп өретін, үстіне үнемі ақ көйлек киетін. Күлгенде оң жақ бетінде кішкентай шұңқыр пайда болатын. Ал Сағындық көп сөйлемейтін, бірақ еңбекқор жігіт еді. Әкесі ерте қайтыс болған. Үйде анасы мен екі қарындасы бар. Мектептен кейін ол бірден жұмыс істеп, отбасына көмектесетін. Бітіру кешінде ауыл жастары клубқа жиналды. Гармон ойналды.
Қыздар мен жігіттер кезек-кезек би биледі. Күләш құрбылармен бірге есік жақта тұрған. Сағындық оны алыстан бақылап жүрді. Бірнеше рет жанына бармақ болды, бірақ батылы жетпеді. Ақыры кеш аяқталуға жақындағанда Сағындық Күләштің алдына келді. «Күләш», деді ол. «Иә? Сені үйіме дейін шығарып салсам бола ма?» Күләш жымиып, «Біздің үй мына жерден 2 көше ғана ғой», деді. «2 көшеде ұзақ болуы мүмкін». Күләш күліп жіберді. Сол күлкі Сағындықтың жүрегіне мәңгілікке жазылып қалды. Екеуі клубтан бірге шықты. Түн тұнық еді. Аспанда жұлдыз көп. Ауылдың шетінде иттер үріп жатты. Олар асықпай жүрді. Сағындық жол бойы айтқысы келген сөздерін таба алмады. Ал Күләш оның үнсіздігін түсініп келе жатты. Үйге жақындағанда Сағындық тоқтады. «Күләш?» «Иә? Мен күзде қалаға оқуға кетемін». Күләштің жүзі сәл мұңайды. «Білемін. Сен ше?» «Әкем мені аудан орталығындағы тігін курсына жібермек». «Сонда біз...» Сағындық сөзін аяқтай алмады. Күләш оған тіке қарады. «Біз не?» Сағындық керең дем алды. «Мен сені ұнатамын». Күләш көзін төмен түсірді. «Қашаннан бері?» «Қашан басталған білмеймін, бірақ сені басқа біреумен көрсем, ішім ауырады». Күләш үндемеді. Сағындық қорқып кетті. «Ренжіп қалдың ба?» «Жоқ». «Онда неге үндемейсің?» Күләш жай ғана «Мен де сені ұнатамын» деді. Сол түні Сағындық үйіне жаяу емес, ұшып барғандай болды. Олардың махаббаты солай басталды. Жасырын кездесулер, өзен жағасындағы ұзақ әңгімелер, кітап арасына салынған хаттар, ауыл сыртындағы талдың түбінде айтылған армандар. Сағындық қалаға кеткен соң да олар хат жазысып тұрды. Аптасына 1 рет пошта келетін. Күләш әр бейсенбі сайын ауыл кеңсесінің алдына баратын. Пошташ апай алыстан көрінгенде жүрегі дүрсілдеп кететін. Сағындық хаттарының соңына үнемі бір сөйлем жазатын. «Күте тұр, мен міндетті түрде ораламын». Ал Күләш қанша жыл өтсе де сені күтемін деп жауап беретін. 1 жыл өтті, 2 жыл өтті. Сағындық оқуын аяқтауға жақындады. Ол ауылға оралып, Күләшке құда түсуді жоспарлады. Бірақ дәл сол кезде Күләштің әкесі ауыр сырқатқа ұшырады. Үйдегі жағдай қиындады. Күләштің 2 інісі бар еді. Шешесі жалғыз бәрін үлгермейтін. Сол кезде ауылдың ауқатты адамы Нұрбек Күләшке сөз салды. Нұрбек өзінен 12 жас үлкен болатын. 1 рет үйленген, 1 баласы бар. Оның әкесі Күләштің әкесіне: «Қызыңды ұлыма берсең, еміне ақша табамыз, қарызынды да жабамыз», деді. Күләш бұл сөзді естігенде жылап жіберді. «Мен Сағындықты сүйем», деді ол әкесіне. Әкесі теріс қарап жатты. «Махаббатпен үй болмайды, қызым. Мен оны күтемін. Сен күтесің, ал інілерің аш қалады. Менің дәріме ақша жоқ». Күләштің анасы да: «Нұрбек жаман адам емес, өзінді қор қылмайды», деді. «Мен сүймеймін оны. Сүйіспеншілік кейін келеді». Бірақ Күләштің жүрегіндегі махаббат кейін келетін сезім емес еді. Ол бар болатын, тірі болатын. Күн сайын Сағындықтың хатын күтіп соғатын. Күләш Сағындыққа бәрін жазып жіберді. Әкесінің ауруын, Нұрбектің сөз салғанын, өзінің қорқып жүргенін. Хаттың соңына: «Келші, мені алып кетші. Сен келмесең, мені басқа адамға береді», деп жазды. Бірақ ол хат Сағындыққа жетпеді. Себебі Нұрбектің әкесі ауыл поштасында жұмыс істейтін адаммен сөйлесіп қойған еді. Күләштің жіберген хаты жолда ұсталып қалды. Ал Сағындықтан келген хаттар да Күләшке берілмеді. 1 ай бойы екеуінің арасында үнсіздік орнады. Күләш күн сайын пошта күтті, бірақ ештеңе келмеді. Ол Сағындық мені ұмытты деп ойлады. Сағындықта Күләш жауап бермей қойған соң бір жамандық болғанын сезді. Ол оқуын тастап ауылға қайтуға бел буды. Бірақ жолға шығардың алдында оған бір хат келді. Хаттың сыртында Күләштің аты жазылған. Сағындық дірілдеген қолмен ашты. Хатта: «Сағындық, мен сені енді күтпеймін. Мен тұрмысқа шығамын. Мені іздеме. Бізге бірге болу жазылмаған», деп жазылыпты. Бұл хатты Күләш жазбаған еді. Оны Нұрбектің әкесі жаздырған. Бірақ Сағындық оны білмеді. Ол хатты қайта-қайта оқыды. Сенбеді, жылады, ашуланды. Ақыры туған ауылына қайтпай, алыс қалаға кетіп қалды. Ал Күләш болса, Сағындық келмеген соң үмітін үзді. Әкесінің жағдайы нашарлай берді. Бір күні әкесі қызының қолын ұстап: «Мені кешір», деді. «Бірақ сен бізді құтқара аласың.
Күләш сол түні таңға дейін жылады. Таңертең ол Нұрбекке тұрмысқа шығуға келісім берді. Тойдан 3 күн бұрын Күләш Сағындыққа соңғы хат жазды. Сол хатты ол ешкімге көрсетпей, көрші ауылға барып, өзі поштаға салды. Хатта: «Сағындық, мен сені сатқым келген жоқ. Мен сені ұмытқан жоқпын, бірақ әкем өлім аузында. Үйдегі жалғыз үмітмен болып тұрмын. Мені кешір. Осы өмірде бірге бола алмасақ та, келесі өмірде сені күтемін» деп жазылған еді. Міне, Сағындық қарттар үйіне сол хатты ұстап келген. 52 жыл бойы бір жапырақ қағазды жоғалтпай сақтап келген. Күләш хатты кеудесіне басты. «Демек, соңғы хатым саған жеткен екен ғой» деді. «Жетті» деді Сағындық. «Бірақ тым кеш жетті». «Қашан алдың?» «Сенің тойым өткеннен кейін». Күләш көзін жұмды. «Мен сені сол күні ауылға келіп қалар деп күттім. Мен келдім». Күләш жалт қарады. «Не?» «Тойыңнан кейінгі күні келдім». Күләштің ерні дірілдеді. «Неге мені көрмедім? Үйіңнің алдына дейін бардым, бірақ аулада адамдар көп еді. Сен ақ орамал тағып тұрдың, жанында күйеуің болды. Мен сені көрмедім. Көргенде не өзгерер еді?» Күләш жауап бере алмады. Сағындық сәл жымиғандай болды, бірақ сол күлкіде 40 жылдық ауырлық жатты. «Мен сол күні өзіме сөз бердім» деді ол. «Сенің өміріңе енді араласпаймын» дедім. «Содан кейін қайда кеттім?» «Солтүстікке кеттім. Зауытта жұмыс істедім. Кейін үйлендім». Күләш үнсіз қалды. «Әйелің жақсы адам болды ма?» деп сұрады біраздан кейін. «Жақсы болды». «Оны сүйдің бе?» Сағындық ұзақ жауап бермеді. «Құрметтедім» деді ақыры. «Бірақ жүректегі бір орынды ешкімге бере алмадым». Күләштің көзіне қайта жас толды. «Балаларың бар ма?» «Бір қызым бар. Ол басқа қалада тұрады. Өз отбасы бар». «Қарттар үйіне неге келдің?» Сағындық көзін төмен түсірді. «Қызым мені қасына алғысы келді. Бірақ күйеу балам қарсы болды. Мен олардың арасына түсіп, қызымның отбасын бұзғым келмеді». Күләш оның қолына қарады. Саусақтары тоңып қалғандай көгеріп тұр. «Ал сен?» деді Сағындық. «Сен мұнда неге келдің?» Күләш терезеге бұрылды. «3 балам бар. Үшеуі де жақсы тұрады». «Онда неге жалғызсың?» «Әрқайсының өз өмірі бар. Біреуінің үйі тар, біреуінің келіні қарсы. Кішісі шетелге көшіп кетті». Сағындық басын баяу изеді. «Демек біз өмір бойы бәріне керек болыппыз. Қартайғанда ғана артық болып қалдық». Күләш ащы жымиды. «Солай шығар». Олар үнсіз қалды. Мейірбикелер мен қариялар тарап кеткен. Дәлізде екеуі ғана отырды. Сыртта қар баяу жауып тұрды. Күләш Сағындыққа қарап: «52 жыл өтті» деді. «Бірақ сенің алдыңда отырсам, өзінде әлі 19 жастағы қыздайсқа қызынеді екенмін». Сағындық та оған қарады. «Ал мен сені көрген сәтте өмірімнің босқа өтпегенін түсіндім». «Неге?» «Себебі мен сені тағы бір рет көру үшін өмір сүрген екенмін». Күләш көз жасын сүртті. Сол күні кешкі ас кезінде Сағындық Күләштің жанына отырды. Қарттар үйіндегі адамдар олардың оқиғасын естіп қойған. Бәрі жасырын көз тастап сыбырласып отырды. Сағындық Күләштің алдына нанды сақтап бөліп берді. Күләш оған шай құйды. Олар бұрыннан бірге өмір сүріп келе жатқан екі адамдай көрінді, бірақ олардың ортақ өмірі енді ғана басталып жатқан еді. Түнде Күләш ұзақ ұйықтай алмады. Ол төсегінде жатып өткен өмірін ойлады. Нұрбекпен өткізген 41 жылын. Нұрбек оны ешқашан ұрған жоқ, жаман сөз айтқан жоқ. Балаларын өсірді, үйін асырады. Бірақ Күләш оның жанында ешқашан өзін сүйікті әйелдей сезінбеді. Ол жақсы жар болды, жақсы ана болды, жақсы келін болды. Тек бақытты әйел бола алмады. Ал енді 74 жасында Сағындық қайта оралды. Бірақ уақыт олардың жағында еді. Ертеңінде таңертең Күләш Сағындықтың бөлмесіне барды. Есік жартылай ашық тұр екен. Ішке кіргенде Сағындық төсекте қимылсыз жатқан. Беті бозарып кеткен, бір қолы кеудесінде. Күләштің жүрегі зу ете қалды. «Сағындық?» Жауап болмады. Ол жанына жүгіріп барып иығынан ұстады. «Сағындық, көзіңді ашшы». Сағындық жай ғана ымырсыды. Күләш дәлізге шығып, бар даусымен айқайлады: «Дәрігер шақырыңдар, тезірек!» Мейірбикелер жүгіріп келді. Күләшті бөлмеден шығарып жіберді. Ол есіктің алдында дірілдеп тұрды. Кеше ғана тапқан адамнан бүгін қайта айырылып қалатындай сезінді. Бірнеше минуттан кейін дәрігер шықты. «Жүрегі қысылған» деді ол.
Қазір жағдайы тұрақты, бірақ мұндай ұстама қайталануы мүмкін. Күләш қабырғаға сүйенді. Ол жазыла ма? Дәрігер күрсінді. Жүрегі әлсіз, оған тыныштық керек. Бірақ Күләштің жүрегінде бір ғана ой болды. Тағдыр бізді 52 жылдан кейін қайта кездестіріп, тағы да айыру үшін қосқан жоқ шығар. Сол сәтте бөлмеден Сағындықтың әлсіз дауысы естілді. Күләш! Ол ішке кірді. Сағындық көзін әрең ашып жатты. Күләш жанына отырды. Мен осындамын. Сағындық оның қолынан ұстады. Мені тастап кетпе. Күләш жылап жіберді. Бұл жолы ешқайда кетпеймін. Бірақ ол кезде Күләш Сағындықтың қоңыр чемоданның түбінде тағы бір құпия жатқанын білмеген еді. Ол құпия олардың өткен өмірі туралы түсінігін түгел өзгертетін. Және сол шындықты естігенде Күләш өзінің 52 жыл бойы кінәлаған адамы мүлде кінәсіз болғанын түсінетін еді. Сағындықтың жүрегі қысылған күннен кейін Күләш оның жанынан бір елі шықпады. Таңертең дәрісін берді. Түсте тамағын әкелді. Кешке терезе алдында екеуі үнсіз отырып, сырттағы қарды тамашалайтын. Қарттар үйінің тұрғындары да олардың қайта қауышқанын ерекше бір үміттің белгісіндей қабылдады. Бір кезде махаббаттан күдер үзген әжелер Күләшке қарап жымиып өтетін. Өмір бойы сезімін ішіне бүгіп келген қариялар Сағындықтың иығынан қағып, бағың бар екен дейтін. Ал Сағындық болса, әр жолы Күләшке ұзақ қарап, бағым 52 жыл кешігіп келді деп жауап беретін. Бірақ Күләштің көңілінде бір ауыр сұрақ қалды. Қоңыр чемодан. Сағындық оны бөлмесінің төсегінің астына тығып қоятын. Кейде түнде бәрі ұйықтағанда чемоданды шығарып, ішіндегі бір заттарға ұзақ қарап отыратын. Күләш бірнеше рет сұрамақ болды, бірақ Сағындықтың жүзіндегі мұңды көргенде батылы жетпеді. Бір күні түстен кейін Сағындықтың жағдайы тағы нашарлады. Мейірбике оны тексеру бөлмесіне алып кетті. Күләш оның төсегін жинап жүргенде төменнен әлдебір дыбыс шықты. Қоңыр чемодан қисайып, қақпағы ашылып қалыпты. Ішінен бірнеше сарғайған хат, ақ-қара суреттер және көк матамен оралған кішкентай қорап көрінді. Күләш қолын созып, чемоданды жаппақ болды. Бірақ үстінде жатқан бір суретке көзі түсті. Суретте өзі тұр еді. 19 жастағы Күләш. Үстінде ақ көйлек, шашы екі бұрым, өзен жағасында жымиып тұр. Ол бұл суретті Сағындыққа жастық шағында сыйлаған. Суреттің артына «Ұмытпа, мен сені күтемін» деп жазған еді. Күләш суретті кеудесіне басты. Сағындық оны әлі күнге дейін сақтап келген. Суретті қайта қоюға еңкейгенде көк матамен оралған қорап ашылып кетті. Ішінен күміс жүзік түсті. Өте қарапайым, жіңішке, тасы да жоқ. Бірақ ішкі жағына ұсақ әріппен К+Ц деп жазылыпты. Күләштің демі тарылып кетті. Ол жүзікті алақанына салып ұзақ қарады. Дәл сол сәтте артынан Сағындықтың дауысы естілді. Оны саған беру үшін алған едім. Күләш жалт бұрылды. Сағындық есік алдында тұр екен. Жүзі бозарғанымен көзінде бұрынғыдай жылылық бар. Кешір, деді Күләш. Чемодан өзі ашылып қалды. Сенен жасыратын ештеңем жоқ. Сағындық баяу келіп төсегіне отырды. Күләш оның қасына жайғасты. Жүзікті әлі де қолында ұстап отыр. Мұны қашан алдың деп сұрады ол. Сенің тойыңнан бір ай бұрын. Сонда сен... Ауылға келіп әке-шешеңнен ұқсат сұрайым деп ойладым. Ақшам аз еді. Қаладағы базардан ең қарапайым жүзікті сатып алдым. Сағындық жүзікті қолына алып, саусағымен сипады. Сол күні өмірімдегі ең бақытты адам едім. Ал кейін? Кейін сенің мені іздеме деген хатың келді. Күләш басын шайқады. Ол хатты мен жазған жоқпын. Білемін. Күләш оған таңдана қарады. Қайдан білесің? Сағындық үнсіз чемоданнан тағы бір сарғайған қағазды алды. Ол ауыл поштасының бұрынғы қызметкері Рахымжанның хаты еді. Сағындық оны 15 жыл бұрын алған. Хатта: Сағындық, мен өмір бойы ішімнен қиналып өттім. Күләштің хаттарын саған жібермедік. Сенің хаттарыңды да оған бермедік. Мұның бәрін Нұрбектің әкесі ұйымдастырды. Ол маған ақша берді. Мен жас болдым, қорықтым. Кешір алсаң кешір деп жазылған. Күләш хатты оқып отырып қолы дірілдей бастады. Бір сәтте өткен өмірі көз алдынан өтті. Пошта күткен күндері, жауапсыз қалған түндері, той алдындағы үмітсіздігі, Нұрбекпен өткен 41 жыл, Сағындықты сапқын деп ойлаған әрбір сәті. Сен мұны қашан білдің? Деді ол әрең. 15 жыл бұрын. Неге сонда мен іздемедің? Сағындық терезеге қарады. Ол кезде сенің күйеуің тірі еді.
Бірақ шындықты айтуыңа болатын еді ғой. Не үшін? Отбасыңды бұзу үшін бе? Балаларына әкесін жек көрсетіп, саған өткен өміріңді қайтадан ауырлату үшін бе? Күләштің көзінен жас ағып кетті. Ал сен ше, сенің жаның ауырмады ма? Сағындық ащы жымиды. Ауырды. Бірақ сүйген адамының өмірін білдірмей, сырттай жақсы көре білуде махаббат шығар деп ойладым. Күләш оның қолын ұстады. Бізді бір адамның өтірігі айырған екен. Бір адамның ғана емес, Күләш. Біздің үнсіздігіміз де айырды. Мен саған сенуім керек еді. Ауылға бірден келуім керек еді. Ал мен сені күтуім керек еді. Сенің таңдауың болмады. Күләш басын төмен салды. Таңдау әрқашан болады. Бірақ кейде адам өзгені құтқарам деп өзім құрбан етеді. Сағындық оның жүзін қолымен көтерді. Өзіңді кінәлама. Қалай кінәламаймын? Мен сені жек көріп те жүрдім. Ал мен сені ешқашан жек көре алмадым. Сағындық жүзікті Күләштің алақанына қойды. Мұны 52 жыл бұрын саусағына тағуым керек еді. Күләш үнсіз қалды. Қазір кеш пе? Деді Сағындық. Күләш көз жасын сүртіп, сәл жымиып. Жүрек соғып тұрғанда кеш емес шығар деді. Сағындық оның оң қолын ұстап, жүзікті саусағына тақты. Жүзік дәл келгендей болды. Күләш оған қарап, күліп жіберді. Қалай дәл келді? Мен сенің қолымды ұмытпақпын. Олар ұзақ үнсіз отырды. Сыртта күн батып бара жатты. Қар үстіне қызғылт сәуле түсті. Сол сәтте Күләштің жүрегінде 52 жыл бойы жабық тұрған бір есік ашылғандай болды. Бірақ олардың тыныштығы ұзаққа созылмады. 2 күннен кейін қарттар үйіне Күләштің үлкен ұлы Марат келді. Ол анасын 3 айдан бері көрмеген. Қолында қымбат жемістер мен дәрі-дәрмек салынған пакет бар. Марат анасының бөлмесіне кіргенде Күләш айна алдында шашын тарап отыр еді. Үстіне бұрын кимейтін көгілдір көйлегін киіп алған. Жүзінде ерекше нұр бар. Апа, амансың ба? Деді Марат. Аманмын балам. Марат оны құшақтап пакетін үстелге қойды. Сол кезде анасының қолындағы күміс жүзікті байқады. Бұл не? Күләш қолын жасыруға тырыспады. Жүзік. Оны кім берді? Күләш бір сәт ойланып, Сағындық берді деді. Қай Сағындық? Менің жастық шағындағы. Күләш сөзін аяқтай алмай қалды. Мараттың қабағы түйілді. Апа, сен не айтып тұрсың? Ол осы жерде тұрады. Біз жас кезімізде бір-бірімізді сүйгенбіз. Марат орнынан тұрды. Әкемше? Күләштің жүзі мұңайды. Әкеңді жамандап отырған жоқпын. Бірақ сен әкем өлгеннен кейін басқа адаммен жүрсің бе? Мен ешкіммен жүрген жоқпын балам. Біз қайта кездестік. Осы жасында саған не жетпей жүр? Бұл сөз Күләштің жүрегіне пышақтай қадалды. Ол баласына ұзақ қарады. Осы жасында маған не керек деп ойлайсың? Марат үнсіз қалды. Бір ауыз жылы сөз керек. Бір адамның мені күткені керек. Біреуге артық емес екенімді сезіну керек. Біз сені тастап кеткен жоқпыз. Тастамадыңдар, бірақ қастарыңа да алмадыңдар. Мараттың жүзі өзгерді. Үйіміз тар екенін білесің. Білемін. Балаларға да қиын. Оны да білемін. Онда неге кінәлап отырсың? Күләш басын шайқады. Мен кінәлап отырған жоқпын. Сен сұрадың, мен жауап бердім. Марат жүзікке тағы қарады. Әлгі қарияның мақсаты не? Қандай мақсаты болуы керек? Сенің зейнетақың бар, үйден қалған ақшаң бар. Мүмкін соны көздеп жүрген шығар. Күләш орнынан атып тұрды. Сағындық ондай адам емес. Марат анасының қатты даусын алғаш рет естігендей таңданып қалды. Сен оны қанша уақыттан бері білесің? 60 жылға жуық уақыттан бері. Бірақ 50 жылдан аса көрмевенсің. Кейбір адамды 50 жыл көрмесең де танисың. Ал кейбір адаммен 40 жыл бірге тұрып, жанын білмейсің. Марат бұл сөзді әкесіне айтылған ауыр сөз деп қабылдады. Мен әкемнің рухын қорлатпаймын. Әкенді ешкім қорлап жатқан жоқ. Онда мына жүзікті шеш. Күләш қолын кеудесіне басты. Шешпеймін. Апа, мен 74 жастан Марат. Өмір бойы біреудің көңіліне қарап келдім. Әкем үшін тағдырымнан бас тарттым. Күйеуім үшін сезімімді көмдім. Балаларым үшін өзімді ұмыттым. Енді қалған аз ғұмырымда бір шешімді өзім қабылдауға хақым бар шығар. Марат анасына үнсіз қарады. Ол мұндай Күләшті бұрын көрмеген. Үнемі жұмсақ сөйлейтін, ешкімге қарсы келмейтін. Балалары не айтса да келсе беретін. Ал қазір алдында өз тағдырын қорғап тұрған әйел отыр еді. Біз бұл туралы інілеріммен сөйлесеміз, деді Марат. Менің өмірімді сендер шешпейсіңдер.
Сен біздің анамызсың. Сол себепті мен адам болудан қалдым ба? Марат пакетіне де қарамай бөлмеден шығып кетті. Дәлізде Сағындықпен бетпе-бет кездесті. Сағындық қолында 2 кесе шай ұстап келе жатқан. «Сәлеметсің бе балан?» деді ол. Марат оны басынан аяғына дейін қарап шықты. «Сіз Сағындықсыз ба?» «Иә, анамнан аулақ жүрміз». Сағындық үнсіз қалды. «Естідіңіз бе?» «Естідім. Ол қартайған адам. Не істеп жүргенін толық түсінбеуі мүмкін». Сағындықтың жүзіне ауыр мұң ұялады. «Анаңның ақылы сенікінен кем емес, балам. Маған ақыл айтпаңыз. Мен ақыл айтып тұрған жоқпын. Сіз әкемнің орнын баса алмайсыз. Мен ешкімнің орнын басқалы жүрген жоқпын. Онда неге оған жүзік тақтыңыз?» Сағындық қолындағы шайға қарады. «Себебі оны 52 жыл бұрын тағуым керек еді». Марат ашулана күлді. «Ертегі айтып тұрсыз ба? Кейбір өмірлер ертегіден де ауыр болады». Марат оған жақындап: «Анамның ақшасына, дүниесіне қызықсаңыз, қателесесіз. Бәрі біздің бақылауымызда». Сағындықтың қабағы сәл түйілді. «Менің де зейнетақым бар, қызым бар, шағын үйім болған. Оны сатып ақшасын қызыма бердім. Маған ешкімнің дүниесі керек емес». «Онда анамнан не керек?» Сағындық Мараттың көзіне тіке қарады. «Ештеңе керек емес. Тек қалған өмірінде жалғыз қалмас екен деймін». Марат жауап бере алмады. Сағындық оның жанынан өтіп, Күләштің бөлмесіне кірді. Күләш терезе алдында жылап отыр екен. Сағындық шайды үстелге қойып, қасына отырды. «Балаңмен сөйлестім. Ол саған не деді?» «Сені жақсы көреді, бірақ қорқады». «Неден?» «Сені жоғалтып алудан. Әкесінің естелігіне апасыздық жасалғандай сезінуден, елдің сөзінен». Күләш көзін сүртті. Ол менің жалғыздығымнан қорыққан жоқ. Балалар кейде ата-анасының қартайғанын көргісі келмейді. Өйткені біздің қартайғанымыз олардың да уақыт өтіп жатқанын еске салады. Күләш Сағындыққа қарады. «Сен бәрін неге ақтай бересің?» «Себебі ренішпен қалған өмірімізді тағы өткізіп алғым келмейді». Күләш оның иығына басын қойды. «Мен шаршадым, Сағындық. Білемін. Өмір бойы мықты болудан шаршадым. Енді мықты болмай-ақ қой. Сонда кім боламын?» «Жай ғана Күләш бол». Бұл сөзді естігенде Күләш көзін жұмды. Оған өмір бойы қызым, келін, әйел, ана, әже деп сөйлеген. Бірақ ешкім оған жай ғана Күләш бол демеген еді. Келесі аптада Марат 2 бауырын ертіп келді. Ортаншы қызы Гүлнар анасына ашық қарсы шықты. «Апа, жұрт не дейді?» деді ол. «Жұрт менің орныма өмір сүрген жоқ. Әкеннің туыстары естісе ше?» «Естісін, сенің немерелерің бар. Немересі бар адамға бақытты болуға болмай ма?» Кіші ұлы Ерлан үндемей отырды. Ол анасының жүзіне ұзақ қарап: «Апа, шынымен оны жақсы көресің бе?» деп сұрады. Күләш кідірместен «Иә» деді. Бөлме іші тына қалды. Балалары анасының аузынан мұндай сөзді алғаш рет естіген. Гүлнар көзіне жас алып: «Сонда әкемді сүймедің бе?» Күләштің дауысы жұмсарды. «Әкелеріңе адал болдым, оны сыйладым. Қиын күнінде қасында болдым. Балаларын өсірдім. Ауру жатқанда күттім. Бірақ махаббатты бұйрықпен тудыра алмайсың, қызым». Ол мұны білді ме? Өмірінің соңында білді. Балалары таңдана қарады. Күләш терең тыныс алды. «Әкелерің қайтыс болардан 1 апта бұрын менің қолымды ұстап, сенім жүрегімде бір адам барын әрқашан сездім» деді. Гүлнар аузын қолмен жапты. «Сен не дедің?» «Үндемедім». «Ал әкемше?» «Сені өзіме байлап қойғаным үшін кешір» деді. Күләштің көзінен жас ағып кетті. Мен оған: «Сен кінәлі емессің. Бізді тағдыр осылай кездестірді» дедім. Ол менің қолымды қысып: «Бір күні сол адамды қайта кездестірсең, менен ұялма» деді. Бөлмеде отырған 3 бала да үнсіз қалды. Марат төмен қарады. Гүлнар жылап отырды. Ерлан анасының қолынан ұстады. «Неге мұны бізге айтпадың?» «Әкелерінің қадірін кетіргің келмеді». «Сонда ол қарсы болмаған ба?» «Жоқ». Гүлнар Сағындыққа бұрылды. Ол бөлменің шетінде үнсіз отырған. «Сіз анамызды шынымен жақсы көресіз бе?» Сағындық баяу орнынан тұрды. «Қызым, мен анаңнан ештеңе сұрамаймын. Оның дүниесі де, ақшасы да керек емес. Мен тек таңертең көзімді ашқанда оның аман екенін білгім келеді. Кешке ұйықтарда жалғыз қалмағанын көргім келеді. Менің қолымнан келетіні осы ғана».
Гүлнар жылап жіберді. Марат әлі де үнсіз. Күләш оның жүзіне қарады. Балам, сен ренжіп отырсың ба? Марат ауыр күрсінді. Мен сені түсінуге тырысып отырмын. Түсінбесең де болады. Кек мені жазғырма. Марат анасының қолындағы жүзікке тағы қарады. Әкем, шынымен солай деді ме? Шынымен. Марат орнынан тұрып керезеге барды. Біраздан кейін бұрылып, апа, мен сенің бұл жерде қалғаныңды қаламаймын деді. Күләш селгете қалды. Не айтқың келіп тұр? Сені үйге алып кетемін. Сағындықтың жүзі өзгерді. Күләш те үндемей қалды. Бірақ, деді Марат сөзін жалғап, Сағындық атаны да бірге аламыз. Бәрі оған таңдана қарады. Біздің саяжайдағы үй бос тұр. Кішкентай болса да, 2 адамға жетеді. Жазда жылы, қыста пешін жөндетеміз. Гүлнар көз жасын сүртіп, мен жиғағаз алып берем деді. Ерлан жымиып, ал мен апта сайын азық-түлік жеткіземін. Күләш балаларына сенер-сенбесін білмей қарап отырды. Сенің немерелерің бар. Немересі бар адамға бақытты болуға болмай ма? Кіші ұлы Ерлан үндемей отырды. Ол анасының жүзіне ұзақ қарап. Апа, шынымен оны жақсы көресің бе? Деп сұрады. Күләш кідірместен, иә, деді. Бөлме іші тына қалды. Балалары анасының аузынан мұндай сөзді алғаш рет естіген. Гүлнар көзіне жас алып, сонда әкемді сүймедің бе? Күләштің дауысы жұмсарды. Әкелеріңе адал болдым, оны сыйладым. Қиын күнінде қасында болдым. Балаларын өсірдім. Ауру жатқанда күттім. Бірақ махаббатты бұйрықпен тудыра алмайсың, қызым. Ол мұны білді ме? Өмірінің соңында білді. Балалары таңдана қарады. Күләш терең тыныс алды. Әкелерің қайтыс болардан 1 апта бұрын менің қолымды ұстап, сенім жүрегімде бір адам барын әрқашан сездім деді. Гүлнар аузын қолмен жапты. Сен не дедің? Үндемедім. Ал әкемше? Сені өзіме байлап қойғаным үшін кешір деді. Күләштің көзінен жас ағып кетті. Мен оған, сен кінәлі емессің. Бізді тағдыр осылай кездестірді дедім. Ол менің қолымды қысып, бір күні сол адамды қайта кездестірсең, менен ұялма деді. Бөлмеде отырған 3 балада үнсіз қалды. Марат төмен қарады. Гүлнар жылап отырды. Ерлан анасының қолынан ұстады. Неге мұны бізге айтпадың? Әкелерінің қадірін кетіргің келмеді. Сонда ол қарсы болмаған ба? Жоқ. Гүлнар Сағындыққа бұрылды. Ол бөлменің шетінде үнсіз отырған. Сіз анамызды шынымен жақсы көресіз бе? Сағындық баяу орнынан тұрды. Қызым, мен анаңнан ештеңе сұрамаймын. Оның дүниесі де, ақшасы да керек емес. Мен тек таңертең көзімді ашқанда оның аман екенін білгім келеді. Кешке ұйықтарда жалғыз қалмағанын көргім келеді. Менің қолымнан келетіні осы ғана. Гүлнар жылап жіберді. Марат әлі де үнсіз. Күләш оның жүзіне қарады. Балам, сен ренжіп отырсың ба? Марат ауыр күрсінді. Мен сені түсінуге тырысып отырмын. Түсінбесең де болады. Кек мені жазғырма. Марат анасының қолындағы жүзікке тағы қарады. Әкем, шынымен солай деді ме? Шынымен. Марат орнынан тұрып керезеге барды. Біраздан кейін бұрылып, апа, мен сенің бұл жерде қалғаныңды қаламаймын деді. Күләш селгете қалды. Не айтқың келіп тұр? Сені үйге алып кетемін. Сағындықтың жүзі өзгерді. Күләш те үндемей қалды. Бірақ, деді Марат сөзін жалғап, Сағындық атаны да бірге аламыз. Бәрі оған таңдана қарады. Біздің саяжайдағы үй бос тұр. Кішкентай болса да, 2 адамға жетеді. Жазда жылы, қыста пешін жөндетеміз. Гүлнар көз жасын сүртіп, мен жиғағаз алып берем деді. Ерлан жымиып, ал мен апта сайын азық-түлік жеткіземін. Күләш балаларына сенер-сенбесін білмей қарап отырды. Бәрі оған таңдана қарады. Біздің саяжайдағы үй бос тұр. Кішкентай болса да, 2 адамға жетеді. Жазда жылы, қыста пешін жөндетеміз. Гүлнар көз жасын сүртіп, мен жиһаз алып берем деді. Ерлан жымиып, ал мен апта сайын азық-түлік жеткіземін. Күләш балаларына сенер-сенбесін білмей қарап отырды. Сендер шынымен айтып тұрсыңдар ма? Марат анасына жақындап тізерлей отырды.
Апа, кешірші, мен сені ана ретінде ғана көріппін. Сенің де арманы, сағынышы бар әйел екеніңді ұмытып кетіппін. Күләш ұлының басынан сипады. Сен жаман бала емессің. Бірақ сені жалғыз қалдырдым. Өмірдің қамымен жүрдіңдер. Бұл ақтау емес. Марат анасының қолынан сүйді. Қалған өмірінде өзің қалағандай өткіз. Күләш жылап отырып, балаларын бірінен соң бірін құшақтады. Сағындық теріс қарап, көз жасын білдірмей сүртті. Ол 52 жыл күткен махаббатына ғана емес, енді бір отбасына да ие болғандай еді. Қарттар үйінен шығатын күн белгіленді. Күләш бірнеше көйлек, ескі альбом және сүйікті шәлісін жинады. Сағындықтың бар дүниесі баяғы қомыр чемоданға сыйды. Қарттар үйінің тұрғындары оларды шығарып салуға жиналды. Бір әжей Күләшті құшақтап: «Сен бізге үміт сыйладың» деді. «Қандай үміт? Қартайғанда өмір бітпейтінін көрсеттің». Сағындықта достарымен қоштасты. Бір қария оның қолын ұстап: «Бауырым, сен бақытты екенсің» деді. Сағындық Күләшке қарап: «Бақытты болу үшін кейде жарты ғасыр күтуге тура келеді екен» деді. Олар көлікке отырды. Күләш қарттар үйінің терезелеріне қарады. Сол терезелердің артында талай тағдыр, талай күту, талай айтылмаған сөз қалып бара жатты. Ол қолын көтеріп бәрімен қоштасты. Сағындық оның алақанын ұстады. «Қорқып отырсың ба?» деді. «Иә». «Неден?» «Бақыттың тағы да қысқа болып қалуынан». Сағындық оның қолын қысты. «Қысқа болса да, бұл жолы шын болады». Күләш басын оның иығына қойды. Көлік ауыл сыртындағы шағын саяжайға бет алды. Олардың алдындағы жол ақ қармен көмкерілген, ал көкжиекте күннің әлсіз сәулесі көрініп тұрды. Бірақ олар кәлі білмейтін. Саяжайдағы алғашқы түнде Сағындық Күләшке өмір бойы жасырып келген тағы бір шындығын айтатын еді. Ол шындық Күләштің жүрегін тағы бір рет жаралайтын. Өйткені Сағындықтың оны іздеуді ешқашан тоқтатпағанын дәлелдейтін ондаған хаттың арасында Күләштің марқұм күйеуі Нұрбектің өз қолымен жазған бір хаты бар еді. Саяжайдағы үй қала шетіндегі ескі бақтардың арасында орналасқан еді. Бір қабатты, 2 бөлмелі, терезесінің жақтаулары көгілдір түске боялған. Ауласының бір шетінде қурап қалған алма ағаш тұр. Қақпасы сәл қисайған. Бірақ Күләш көліктен түскенде бұл үй оған үлкен сарайдан да жылы көрінді. Себебі мұнда ол ешкімге салмақ болмайтын, ешкімнің рұқсатын сұрамайтын, ешкімнің көңіліне қарап отырмайтын. Ең бастысы, бұл үйге Сағындықпен бірге кіретін. Марат есікті ашып ішке бірінші болып кірді. Үйдің іші салқын еді. Бірақ алдын ала әкелінген жаңа кілем, 2 кресло, кішкентай үстел мен таза төсек орын бөлмеге бірден жан кіргізгендей болды. Гүлнар ас үйге ыдыс аяқ қойып жүр. Ерлан пешті тексерді. «Апа, бірінші түнге жылы болсын деп электр жылытқыш әкелдік» деді ол. Күләш балаларына қарап жүрегі елжіреп кетті. Олар бір кезде анасын қарттар үйінен алып кетуге сылтау таппаған. Ал енді оның жаңа өмірін бастап беруге бар күшін салып жүр. Кейде адамдар жамандықтан емес, түсінбегендіктен қателеседі. Кейде жүректің есігін ашу үшін бір шындықты есту жеткілікті. Сағындық қомыр чемоданын төргі бөлмеге апарып қойды. Сосын аулаға шықты. Қураған алма ағашының түбінде біраз үнсіз тұрды. Күләш артынан келді. «Неге үндемей қалдың?» деді. «Осы үйге бірден үйреніп кеткендеймін». «Неге?» «Өйткені сен осындасын». Күләш жымиды. «Сен бұрында осындай сөздерді айта алатын ба едің?» «Айта алмайтынмын». «Қазір қалай үйрендің?» Сағындық оған қарап: «52 жыл айтылмай қалған сөздер жиналып қалыпты» деді. Күләш күліп жіберді. Сол күлкі ауладағы суық ауаны жылтып жібергендей болды. Кешке балалар үйлеріне қайтты. Есік жабылғаннан кейін үй іші тына қалды. Бірақ бұл қарттар үйіндегі ауыр тыныштық емес еді. Бұл екеуіне ғана тиесілі тыныштық болатын. Күләш ас үйде шайнек қойды. Сағындық үстелге 2 кесе әкелді. «Қантты әлі де 2 қасық саласың ба?» деді ол. Күләш таңдана қарады. «Есіңде ме?» «Сен туралы көп нәрсе есімде. Ал мен қазір қантты 1 қасық қана саламын». «Неге?» «Дәрігер тыйым салды». Сағындық басын шайқады. «Дәрігерлер махаббатқа да тыйым салмасын». Күләш оған жымиып қарап, кесесіне 1 қасық қант салды. Шай үстінде олар өткен күндерді еске алды. Мектептің ескі клубын, өзен жағасындағы талды. Сағындықтың алғаш рет Күләштің қолынан ұстағанын, Күләштің пошташыны күтіп, жолға қайта-қайта қарағанын, әңгіме арасында екеуі де үнсіз қалып қоятын.
Себебі жақсы естеліктің соңында міндетті түрде айырылысқан жылдар тұратын. Түн қоюлана бастағанда Сағындық орнынан тұрды. Күләш, мен саған бір нәрсе көрсетуім керек. Ол төргі бөлмеге кіріп, қоңыр чемоданын алып келді. Күләштің жүрегі белгісіз бір нәрсені сезгендей дүрсілдеп кетті. Сағындық чемоданды үстелдің үстіне қойып, түбіндегі астарын көтерді. Астынан ақ конверт шықты. Конверттің сыртына Сағындыққа Нұрбектен деп жазылған еді. Күләш бірден күйеуінің жазуын таныды. Оның қолы дір ете қалды. Бұл қалай сенде жүр? Маған 7 жыл бұрын келді. Нұрбек қайтыс болардан 4 жыл бұрын ба? Иә. Неге маған көрсетпедің? Сағындық үнсіз отырды. Неге? Деді Күләш дауысын көтеріп. Себебі болмаған, сен тірі тұрғанда сағам айтпауымды өтінді. Күләш орындыққа бая отырды. Оқы. Күләш, оқы дедім. Сағындық хатты ашты. Қағаздың бүктелген жерлері тозық қалған. Ол біраз үнсіз отырып, дауысын бәсеңдетіп оқи бастады. Сағындық, бұл хатты саған жазуға ұзақ жыл батылым жетпеді. Сен мені жек көретін шығарсың. Жек көруге хақың бар. Күләш маған тұрмысқа өз еркімен шыққан жоқ. Мұны мен тойдан бұрын да білдім. Оның сені сүйетінін де білдім. Бірақ әкем уақыт өте ұмытады деді. Мен де соған сенгім келді. Алғашқы жылдары Күләш түнде жастыққа үнсіз жылайтын. Мен ұйықтап жатқан болып жататынмын. Кейде сенің атыңды түсінде айтатын. Сондай сәттерде ашуланатынмын. Бірақ оған ештеңе дей алмадым. Себебі оның жылауына өзім себепші екенімді білетінмін. Әкем өлгеннен кейін ғана поштаның хаттарын тоқтатқанын білдім. Ол сенің хатыңды да, Күләштің хатын да жасырған. Ал мені іздеме деген хатты басқа адамға жаздырған. Шындықты Күләшке айтқым келді, бірақ қорықтым. Ол мені тастап кетеді деп қорықтым. Балаларым әкесіз қалады деп қорықтым. Өзімнің жалғыз қалуымнан қорықтым. Сол қорқынышпен оның 40 жыл өмірін ұстап қалдым. Сен менен оның бақытын ұрлат деп ойлайтын шығарсың. Солай болса, дұрыс ойлайсың. Бірақ мен оны жек көріп емес, тым қатты иемденгім келгендіктен бақытсыз еттім. Қазір денсаулығым нашар. Уақытым аз екенін сеземін. Егер менен кейін Күләшті кездестірсең, одан теріс айналма. Ол сені ешқашан ұмытқан жоқ. Оған менің соңғы сөзімді жеткіз. Сен менің әйелім болдың. Балаларымның анасы болдым. Бірақ жүрегіңді маған ешқашан қарыз болған жоқсың. Менен кейін бақытты болуға ұялмасын. Оны күт. Нұрбек. Сағындық хатты оқып болғанда, үй ішінде сағаттың тықылы ғана естілді. Күләш қимылсыз отырды. Бетінде жас жоқ, бірақ көзі бір нүктеге қадалған. Неге? Деді ол ақырын. Неге ол мұны маған өзі айтпады? Сағындық жауап бермеді. Неге мен өлген адамнан кейін ғана бәрін білуім керек? Мүмкін, бетіңе айтуға ұялған шығар. Ұялуға 40 жыл уақыты болды. Күләш орнынан тұрып терезеге барды. Сыртта қар жауып тұрды. Мен оны жек көргім келеді, деді ол. Бірақ жек көре алмаймын. Ол балаларының әкесі еді. Ол мені күтті. Ауырып қалсам, түнде ұйықтамады. Балаларын жақсы көрді. Бірақ менің өмірімдегі ең үлкен өтірікке де сол үнсіз келісіп отырды. Сағындық оған жақындамады. Күләш қазір оның жұбатуын емес, жалғыз қалуды қажет етіп тұрғанын сезді. Мен оны кешіруім керек пе, деді Күләш. Оны сен ғана шешесің. Ал сен кешірдің де. Сағындық қатқа қарады. Ұзақ жыл кешірмедім. Қазір ше? Қазір оның да қорқыныштың тұтыны болғанын түсінемін. Бірақ түсіну жасағанын дұрыс деп емес. Күләш баяу бұрылды. Сен неге оның өтінішін орындадың? Қай өтінішін? Мені күту туралы. Сағындық ащы жымиды. Мен сені ол сұрамай тұрып та күтіп жүргенмін. Осы сөзден кейін Күләштің көз жасы еріксіз ағып кетті. Ол Сағындыққа жақындап, кеудесіне басын қойды. Сағындық оның шашынан сипады. Менің бүкіл өмірім кімнің өтірігі, кімнің қорқынышы, кімнің құрбандығы болғанын түсінбей қалдым, деді Күләш. Сенің өмірім тек қайғыдан тұрмайды. Бірақ мен өзім қалаған өмірді сүрмедім. Ендеше қалғанын өзім қалағандай сүр. Қалғаны қанша? Сағындық оның маңдайынан сүйді. Бір күн болса да бір күн, бір жыл болса бір жыл. Бірақ бұл жолы өзімізді алдамаймыз. Сол түні Күләш ұйықтай алмады. Сағындық көрші бөлмеде жатты. Ал ол төбеге қарап Нұрбекпен өткен өмірін ойлады. Тұңғыш ұлы туған күн. Нұрбектің қуанып баланы қолына алғаны. Қыстың аязды түнде отын тасып жүргені.
Күләш ауырғанда дәрі іздеп ауданға жаяу кеткені. Немересі дүниеге келгенде көз жасын жасыра алмағаны. Адам бір ғана жақсы не жаман қасиеттен тұрмайды. Нұрбек те бір мезгілде қамқор жар, әрі өзімшіл адам болған. Ол Күләшті сүйген, бірақ сүйген адамның еркіндігін сыйлай алмаған. Күләш таңға жақын ғана көзілді. Түсінде ауылдағы өзенді көрді. Жас Сағындық арғы бетте тұр, Нұрбек бергі бетте. Екеуі де қолын созып шақырады. Ал Күләш судың ортасында жалғыз тұр. Қай жаққа барарын білмейді. Оянғанда жастығы су болып қалған еді. Таңертең Сағындық аулада қар күреп жүрді. Күләш сыртқа шықты. Жүрегіңе ауыр болмай ма деді. Аздақ қимыл керек. Дәрігер тыныштық керек деді. Сен қасында тұрсан тыныштық сол емес пе? Күләш күректі қолынан алды. Болды, үйге кір. Сен әлі де бұйрық бергенді ұнатады екенсің. Ал сен әлі де тыңдамайды екенсің. Сағындық жымиып үйге кірді. Күләш қарды өзгірей бастады. Бірақ бірнеше минуттан кейін тоқтап қалды. Қақпа алдында бір әйел тұр екен. Жасы 50-ге таяған. Үстінде ұзын қара пальто. Қолында гүл. Әйел Сағындыққа қатты ұқсайтын, әсіресе көзі. Сәлеметсіз бе деді ол. Сәлеметсіз бе? Менің атым Айгүл, Сағындықтың қызымын. Күләш күректі жерге қойды. Кіріңіз. Айгүл аулаға кіргенімен жүзінде жылылық байқалмады. Әкем осында ма? Үйде. Сағындық қызын көргенде қуалып кетті. Айгүл, қалай келдің? Қызы әкесін құшақтады, бірақ көзін Күләштен алмады. Сіз Күләш апайсыз ба? Иә қызым. Әкем сіз туралы айтты. Күләш оның үніндегі салқындықты бірден сезді. Шай ішіміз. Жоқ, ұзақ отырмаймын. Айгүл әкесіне бұрылды. Әке, сізбен жеке сөйлесуім керек. Сағындық Күләшке қарады. Мұнда бөтен адам жоқ. Айгүлдің қабағы түйілді. Мен ішім бар. Күләш үндемей ас үйге кіріп кетті. Бірақ шағын үйде айтылған сөздің бәрі естілетін. Әке, сен не істеп жүрсің деді Айгүл. Қалай не істеп жүрмін? Қарттар үйінен шығып, танымайтын әйелдің үйіне келдің. Мен оны танимын. 50 жыл бұрын танығансың. Кейбір адамды уақыт өшірмейді. Ал анам ше, үй іші тына қалды. Сағындық бірден жауап бермеді. Анаңды бұл әңгімеге араластырма. Неге араластырмайым? Ол сенімен 38 жыл өмір сүрді. Мен оны құрметтедім. Тек құрметтедім бе? Айгүлдің даусы дірілдеді. Сонда анам бүкіл өмірін сенің жүрегіңде басқа әйел барын білмей өткізіпті ме? Күләш ас үйде тұрып көзін жұмды. Бұл сұрақты бір кезде өз балалар да қойған. Енді сол жара Сағындықтың отбасында ашылып жатыр. Айгүл, анан бәрін білетін деді Сағындық. Не? Үйленерден бұрын айттым. Сен оған басқа біреуді сүйетініңді айттың ба? Иә. Сонда неге ол саған тұрмысқа шықты? Өйткені біз екеуміз де жалғыз едік. Ол соғыстан кейінгі қиын отбасынан шыққан. Мен де өмірден күдер үзген едім. Біз бір-бірімізге сүйеніш болдық. Бірақ сен оны сүймедім. Сүйіспеншіліктің түрі көп қызым. Бұлай ақталма. Айгүлдің даусы көтеріліп кетті. Анам қайтыс болғанына 5 жыл ғана болды. Сен болсаң басқа елмен тұрып жатырсың. Бұл басқа ел емес. Маған бәрібір. Сол кезде Күләш ас үйден шықты. Айгүл, ашуыңды менен ал деді, ол сабырмен. Әкеңе айқайлама. Айгүл оған бұрылды. Сіз біздің отбасымызға араласпаңыз. Мен араласқалы келген жоқпын. Бірақ әкемді алып кеттіңіз. Әкең өз аяғымен келді. Оның жүрегі ауырады. Сіз соны пайдаланып отырсыз. Сағындық орнынан тұрды. Жетер Айгүл. Бірақ Күләш қолын көтерді. Қой, айта берсін. Айгүлдің көзінен жас шықты. Мен әкемді қарттар үйіне тастағым келген жоқ. Үйге алғым келді. Бірақ күйеуіммен аранызда ұрыс болды. Әкем өзі кетіп қалды. Енді мен бәрін түзетем деп жүргенде сіз пайда болдыңыз. Күләш оның жанына жақындады. Сен әкеңді жақсы көресің. Әрине жақсы көремін. Онда оның не қалайтынын да тыңда. Ол қазір дұрыс ойлап жүрген жоқ. Неге? Қарт адам ғашық болса, ақылынан айырылған болып санала ма? Айгүл үндемеді. Күләш сөзін жалғастырды. Сенің анаңның орнын басқалы отырған жоқпын. Оның әкеңмен өткізген өмірінде жоққа шығармаймын. Мен де 40 жылдан аса басқа адаммен тұрдым. Біз өткенде өшірмейміз. Біз тек қалған өмірімізді
жалғыз өткізгіміз келмейді. Айгүл әкесіне қарады. Сен шынымен осында қалғың келе ме? Сағындық қызының қолын ұстады. Иә, менің иіме келмейсің де. Сенің иіңде өзіңді артық сезінемін. Бірақ мен қызыңмын. Сол себепті сенің отбасыңның бұзылғанын қаламаймын. Айгүл жылап жіберді. Сонда мен сені тастап кеткен жаман қыз болып қалдым ба? Сағындық оны құшақтады. Жоқ қызым, сен жаман емессің. Сен де өз өміріңді алып жүруге тырысып жүрсің. Бірақ анамның орнын біреу басқанын көре алмаймын. Ешкім баспайды. Айгүл әкесінің иығына басын қойып бірер жылады. Сосын Күләшке бұрылып, мен сізді бірден қабылдай алмаймын деді. Қабылдауға міндетті емессің. Бірақ әкеме қараңыз. Қараймын. Дәрісін уақытында беріңіз. Беремін. Түнде жүрегі қысылса, бірден маған хабарласыңыз. Күләш басын изеді. Айгүл кетерде әкесін тағы құшақтады. Қақпаға жеткенде артына бұрылып, келесі аптада немерелерін алып келем деді. Сағындықтың жүзі жайнап кетті. Күтеміз. Айгүл үндемей шығып кетті. Күләш оның соңынан ұзақ қарап тұрды. Ол жақсы қыз деді. Білемін. Кек анасын қорғап жүр. Иә. Балаларымыздың бәрі біздің өткенімізбен күлесіп жүр екен. Сағындық ауыр күрсінді. Біз олардың түсінігіндегі әке-шеше ғана болыппыз. Өз алдымызға адам екенімізді ұмытыпты. Күндер біртіндеп өте бастады. Күләш таңертең ерте тұрып аулаға жем шашатын. Сағындық пешке от жағатын. Екеуі түсте бірге серуендейтін. Кейде Сағындық ескі радионы қосып баяу ән тыңдайтын. Бір күні радиодан олардың жастық шағында билеген ән ойналды. Сағындық орнынан баяу тұрып, Күләштің алдына тізерлемек болды. Бірақ тізесі бүгіліп, теңселіп кетті. Күләш тез ұстап қалды. Не істеп жатырсың? Жас кезімде істей алмағанымды істегім келді. Тізеңді сындырып аласың. Сағындық орындыққа қайта отырды. Екеуі күліп алды. Сосын оның жүзі байсалды қалыпқа түсті. Күләш, бізге тойдың керегі жоқ. Елге жариялаудың да керегі жоқ. Бірақ мен сенен сұрағым келеді. Күләш үнсіз тыңдады. Қалған ғұмырымды менімен бірге өткізуге келсесің де. Күләштің көзіне жас толды. Біз онсыз да бірге тұрып жатырмыз ғой. Мен мұны сенің аузыңнан естігім келеді. Күләш оның қолын ұстады. Келсемін. Шынымен де. 52 жыл бұрында келсер едім. Сағындық жымиып, маңдайынан сүйді. Сол кеште олар балаларын шақырып, шағын дастархан жасаймыз деп шешті. Үлкен той емес, тек жақындары, қарттар үйіндегі достары, балалары мен немерелері. Күләш өмірінде алғаш рет өз қалауымен ақ көйлек кигісі келетінін айтты. Сағындық жаңа қара костюм алмақ болды. Олар алдағы күндерді баладай қуанып жоспарлады. Бірақ дәл сол түні Сағындықтың жүрегі тағы қысылды. Бұл жолы бұрынғыдан да қатты. Ол кеудесін ұстап, жерге құлады. Күләш оның даусынан оянып, бөлмеге жүгіріп кірді. Сағындық? Ол еденде жатыр еді. Ерні көгерген, тынысы үзіліп шығады. Күләш жедел жәрдем шақырып, оның басын тізесіне қойды. Көзіңді жұмба, маған қара. Сағындық көзін әрең ашты. Қорықпа. Қалай қорықпаймын? Мен бақытты болдым. Жоқ, мұндай сөз айтпа. Біз әлі дастархан жасаймыз, балаларды шақырамыз, сен жаңа костюм киесің. Сағындық әлсіз жымиды. Ақ көйлек киесің бе? Киемін, тек сен тұршы. Ол Күләштің қолын қысты. Кешіккенім үшін кешір. Сен кешіккен жоқсың, естідің бе? Сен келдің, ең бастысы келдің. Сырттан жедел жәрдемнің даусы естілді. Күләш оның маңдайынан сүйді. Мені тағы жалғыз қалдырма, Сағындық. Сағындықтың көзінен бір тамшы жас ағып түсті. Бұл жолы қолынан келгенше қаламын. Дәрігерлер кіріп, Күләшті шетке шығарды. Ол қабырғаға сүйеніп, үнсіз дұға оқыды. 52 жыл бойы ол Сағындықтың оралуын күткен. Енді оның өмірде қашалуын күтіп тұр. Бірақ ауруханаға жеткенде дәрігер Күләшке ауыр хабар айтты. Сағындықтың жүрегіне шұғыл ота қажет еді. Ал оның жасы мен әлсіз денсаулығына байланысты отадан аман шығуына ешкім кепілдік бере алмайтын. Аурухананың қабылдау бөліміндегі ақ жарық Күләштің көзін қарып тұрды. Дәлізде адамдар ары-бері жүр. Бір жерде арба сықырлайды. Бір бөлмеден аппараттың бір қалыпты дыбысы естіледі.
Ал Күләш үшін бүкіл әлем сол бір жабық есіктің ар жағында қалған еді. Сағындықты жансақтау бөліміне алып кіргеніне 40 минуттай болды. Бірақ Күләшке ол 40 минут, 40 жылдай көрінді. Ол кемір орындықта екі қолын тізесіне қойып отыр. Саусақтары дірілдейді. Жанында Гүлнар мен Марат бар. Ерлан дәрігерлермен сөйлесіп жүр. Айгүл де жолда келе жатқан. Күләш ешкімге қарамайды. Ешкіммен сөйлеспейді. Ол ішінен тек бір сөйлемді қайталай береді. Құдайым, оны менен қайталма. Бірақ дәл сол сәтте жүрегінің тереңінде бір қорқыныш пайда болды. Мүмкін бізге берілген уақыт осы ғана шығар. Бір ай, бірнеше кеш, бірнеше таң, бірнеше кесе шай, бір би, бір күміс жүзік. 52 жыл күткен махаббатқа тағдыр бар болғаны осынша уақыт бөлген бе? Күләш бұл ойдан шошып кетті, басын шайқады. Жоқ деді дауыстап. Гүлнар анасына жақындады. Апа, не болды? Ештеңе. Су ішесің бе? Жоқ. Дәрінді іштің бе? Күләш жауап бермеді. Марат анасының жанына отырып, апа, дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр деді. Күләш оған қарады. Сендер кішкентай кездерінде ауырсаңдар, мен түнімен көз ілмейтінмін. Білеміз. Әкелерің ауырғанда да қасында отырдым. Иә. Бірақ дәл қазір өзінді алғаш рет дәрменсіз сезініп отырмын. Марат анасының қолын ұстады. Сен жалғыз емессің. Күләш ұлының қолын қысты. Бірақ оның орнына ешкім күрес алмайды ғой. Сол кезде дәліздің ар жағынан Айгүл жүгіріп келді. Шашы тарқап кеткен, тынысы тарылып тұр. Әкем қайда? Деді ол. Жансақтауда, деді Ерлан. Не болды? Жүрек талмасы. Айгүл бірден Күләшке бұрылды. Оның көзінде қорқынышпен бірге ашу да бар еді. Мен айттым ғой, оның жүрегі әлсіз дедім. Күләш үнсіз қалды. Неге бірден маған хабарламадыңыз? Жедел жәрдем шақырған бойда хабарластық. Әкем тыныштықта жүру керек еді. Марат орнынан тұрды. Қазір кінә іздейтін уақыт емес. Сіз араласпаңыз. Айгүлдің даусы дәлізге жаңғырып кетті. Күләш жай ғана. Айта бер қызым деді. Сіз оны қарттар үйінен алып шықтыңыз. Жаңа өмір, той, уайым. Оның жүрегі мұның бәрін көтер алмайтынын білмедіңіз бе? Күләштің ерні дірілдеді. Білдім. Онда неге тоқтатпадыңыз? Себебі ол өмір сүргісі келді. Айгүл үнсіз қалды. Күләш сөзін жалғастырды. Тыныштықпен өмір бір нәрсе емес. Ол қарттар үйінде тыныш жүрген, бірақ тіремес еді. Мен келгеннен кейін оның көзінде қайтадан жарық пайда болды. Ал енді сол жарық оны өлімге алып білсе ше? Бұл сөз Күләштің жүрегіне қадалды, бірақ ол көзін төмен түсірмеді. Онда ол соңғы күндерін қорқынышпен емес, махаббатпен өткізді. Айгүлдің көзінен жас ағып кетті. Мен әкемді жоғалтқым келмейді. Күләш орнынан тұрып, оған жақындады. Мен де. Бір сәтетке екеуі бір-біріне қарап тұрды. Олардың екеуі де Сағындықты әртүрлі жақсы көретін, бірі әкесі ретінде, бірі өмір бойы күткен ғашығы ретінде. Бірақ қорқыныштары бір еді. Айгүлдің иығы дірілдеп кетті. Күләш оны құшақтады. Алғашында Айгүл қарыстырғандай болды. Сосын басын Күләштің иығына қойып, баладай жылап жіберді. Ол маған ренжіп кетті ме екен, деді. Жоқ. Мен оған қатты сөз айттым. Әке баласына ұзақ ренжімейді. Соңғы рет үйіме кел дегенімде бармаймын деді. Өйткені сенің отбасыңды ойлады. Мен оны үйде ұстай алмадым. Сен қолыңнан келгенін жасадың. Жоқ, жасамадым. Күләш оның шашынан сипады. Біз бәріміз кеш түсінеміз, қызым. Бірақ кеш түсінгеніміз үшін өмір бойы өзімізді жазалаудың қажеті жоқ. Айгүл басын көтерді. Сіз оны менен тартып алмадыңыз ба? Күләш көз жасын сүртіп. Жоқ, біз екеуміз де оны жоғалтпауға тырысып жүрміз деді. Бір сағаттан кейін дәрігер шықты. Бәрі бірден орнынан тұрды. Дәрігердің жүзі байсалды. Науқастың жағдайы ауыр деді ол. Жүректің негізгі тамырларының бірі бітелген. Шұғыл ота жасау қажет. Айгүл қолын аузына басты. Ота қаншалықты қауіпті? Жасына байланысты қауіп жоғары, бірақ ота жасалмаса, жағдайы одан әрі қиындайды. Аман қалу мүмкіндігі қандай? Деді Марат. Дәрігер бірден жауап бермеді. Нақты пайыз айта алмаймын, бірақ күресуге мүмкіндік бар. Күләш дәрігерге тіке қарады. Ол есін біле ме? Қазір әлсіз, бірақ қысқа уақытқа кіріп шығуға болады, бір адам ғана.
Айгүл мен Күләш бір-біріне қарады. Айгүл әкесіне бірінші кіруге хақысы бар екенін сезгендей алға шықты, бірақ бір сәттен кейін тоқтады. Сіз кіріңіз, деді ол Күләшке. Сен қызысың. Ол дәл қазір сізді күтетін шығар. Күләш оның қолын ұстады. Рахмет, қызым. Жансақтау бөлімінде ауа салқын еді. Сағындық ақ төсекте жатыр. Кеудесіне сымдар жалғанған. Бетінде оттегі маскасы. Әдетте сабырлы көрінетін жүзі қазір тым әлсіз. Күләш оны көргенде жүрегі сығылып бітті. Ол төсектің жанына барып, Сағындықтың қолын ұстады. Қолы суық. Сағындық, деді ақырын. Мен келдім. Сағындықтың қабағы қозғалды. Бірнеше секундтан кейін көзін әрең ашты. Күләшті көргенде жанарында әлсіз бір жарық пайда болды. Ол масканың астынан бірдеңе айтқысы келді. Күләш еңкейіп, сөйлеме, күшімді сақта, деді. Сағындық басын сәл шайқады. Мейірбике масканы бір сәтке көтерді. Қысқа ғана сөйлесіміздер, деді. Сағындық ерінін әзер қимылдатты. Ақ көйлегіңді киіп үлгермедің ғой. Күләш жылап тұрып жымиды. Үлгіремін, сен ғана тұрып кет. Қорқып тұрсың ба? Қатты. Мен де. Күләш оның қолын қаттырақ қысты. Сен отадан шығасың. Шықпасам ше? Ондай сөз айтпа. Күләш, жоқ. Тыңдашы. Ол үнсіз қалды. Сағындық терең тыныс алуға тырысты. Мен өмір бойы бір нәрседен қорықтым. Неден? Сені қайта көрмей кетуден. Оның көзінен жас шықты. Енді ол қорқыныш жоқ. Ал менің қорқынышым енді басталды. Сағындық әлсіз жымиды. Сен мықтысың. Мықты болғым келмейді. Онда жай ғана Күләш бол. Осы сөзді естігенде Күләштің көз жасы тоқтамай ағып кетті. Сағындық қолын көтеруге тырысты, бірақ шамасы жетпеді. Күләш оның алақанын өз бетіне басты. Бір нәрсе сұрасам, орындайсың ба? Деді Сағындық. Орындаймын. Егер мен шықпасам, Сағындық. Тыңда. Күләш көзін жұмды. Егер шықпасам, қайтадан өмірден бас тартпа. Балаларының арасына бар, немерелеріммен отыр. Таңертең шайыңды іш, ақ көйлек ал. Сенсіз не үшін? Өзім үшін. Мен өмір бойы өзім үшін өмір сүрмедім. Ендеше ең болмаса, енді өмір сүр. Күләш басын шайқады. Мен сенсіз тағда 52 жыл күте алмаймын. Сағындықтың жанарында мұң пайда болды. Бұл жолы күтпейсің. Неге? Себебі мен сенің жүрегіңде қаламын. Күләш оның маңдайынан сүйді. Сен өзің қаласың. Жүрегімде емес, жанымда. Мейірбике жақындады. Уақыт болды. Күләш Сағындықтың қолын жібермеді. Мен есіктің ар жағында боламын. Сағындық көзін жұмып. Күләш. Иә, мен сені сүйемін. Бұл сөзді ол алғаш рет анық айтты. 52 жыл бұрын айта алмаған, хаттарына жаза алмаған, өмір бойы ішінде сақтаған сөз. Күләштің иегі дірілдеді. Мен де сені сүйемін. Сағындықтың ернінде әлсіз күлкі пайда болды. Сосын Мейірбике масканы қайта жапты. Күләш бөлмеден шыққанда аяқтары әлсіріп кетті. Айгүл оны ұстап қалды. Ол не деді? Күләш көз жасын сүртіп, өмір бойы айтқысы келген сөзін айтты, деді. Ота түнгі сағат 11-де басталды. Дәрігерлер 5 сағатқа созылуы мүмкін екенін ескертті. Балалар дәлізде кезекпен отырды. Гүлнар асханадан шай әкелді. Ерлан телефон арқылы туыстарға хабарласты. Марат үнсіз терезе алдында тұрды. Ал Күләш қолындағы күміс жүзікті қайта-қайта сипалай берді. Түн ортасында қарттар үйінен телефон соғылды. Мейірбике Сағындықтың жағдайын естіп, барлық қариялардың дұға жасап отырғанын айтты. Күләш апа, деді ол, Сағындық атаға айтыңыз, біз оны күтіп отырмыз. Күләш жылап жіберді. Айтамын. Телефонды қойғаннан кейін қасына жасы үлкен бір әйел келіп отырды. Ол да біреуді күтіп жүрген секілді. Күйеуіңіз бе? Деп сұрады әйел. Күләш біраз ойланып, болуға үлгермеген күйеуім, деді. Әйел түсінбегендей қарады. Күләш олардың оқиғасын қысқаша айтып берді. Әйел үнсіз тыңдады. Соңында, сіз бақытты адам екенсіз, деді. Күләш таңданды. Қалайша, мен қазір оны жоғалтып алуым мүмкін. Бірақ сіз оны таптыңыз ғой. Бұл сөз Күләшті ойға қалдырды. Иә, ол Сағындықты тапты. Олар бірге өткізбеген жылдарды қайтара алмайды. Бірақ қайта қауышқан күндерін ешкім тартып ала алмайды.
Егер махаббаттың құны тек қанша жыл бірге тұрғанымен өлшенсе, онда олардың сезімі аз көрінер еді. Ал егер махаббаттың тереңдігі күте білуімен өлшенсе, онда олардан бай адам жоқ еді. Түнгі 2-де Айгүл Күләштің жанына отырды. Мен анам туралы айтқым келеді, деді ол. Күләш бұрылып қарады. Айта бер. Анам әкемнің сізді сүйетінін білген екен. Иә, бірақ мен оны бүгін ғана толық түсіндім. Айгүл сөмкесінен ескі шағын дәптер шығарды. Бұл анамның күнделігі. Ол қайтыс болғаннан кейін заттарының арасынан таптым. Бірақ оқуға қорықтым. Бүгін үйден шығарда өзіммен бірге ала келдім. Күләш дәптерге қарады. Оқымасан да болады. Жоқ, бір жерін сізге көрсетуім керек. Айгүл парақтарды аударып, белгі қойылған бетін ашты. Мұнда анам былай жазыпты. Сағындықтың жүрегінде менен бұрын келген әйел бар. Алғашында оны қызғандым. Кейін сол әйелге іштей рахмет айта бастадым. Себебі Сағындықтың мені ренжітпей, қамқор болуына, оның жүрегіндегі сол махаббатта себеп болды. Ол сүйе білетін адам еді. Мен оның алғашқы махаббаты болмасам да, өмірінің адал серігі болдым. Бұл да аз емес. Күләштің көзіне жас толды. Айгүл жалғастырды. Тағы бір жерде. Егер бір күні Сағындық Күләшін қайта тапса, оған кедергі жасамаңдар. Адам жүрегі өмір бойы бір есікті ашық ұстап жүрсе, оны жабуға біздің хақымыз жоқ. Күләш дәптерге ұзақ қарады. Анаң өте кең жүректі әйел болған екен. Мен оны тек анам ретінде білетінмін. Оның ішінде осындай ауыр сезім жүргенін түсінбеппін. Ол әкеңді жақсы көрген. Иә, ал әкең де оны өзінше жақсы көрген. Айгүл басын изеді. Мен сізден кешірім сұраймын. Не үшін? Сізді анамның орнын тартып алған адамдай көрдім. Күләш оның қолын ұстады. Сен анаңды қорғадың. Бұл үшін кешірім сұрама. Бірақ мен әкемнің бақытын түсінбедім. Әлі кеш емес. Айгүл көз жасын сүртті. Ол одадан шығады, солай ма? Күләш бір сәт үнсіз қалды. Шығуы керек. Түнгі 4-ке жақындағанда ота бөлмесінің үстіндегі қызыл шам әлі сөне қойған жоқ. Күләштің көзі ілініп бара жатты. Бірақ ұйықтауға қорықты. Көзін жұмса, жаман хабар еститіндей сезінді. Ол орнынан тұрып, дәлізбен баяу жүрді. Терезе алдына келіп тоқтады. Сыртта қараңғы. Кек аурухана ауласындағы шамдар ғана жанып тұр. Күләш алақанын терезеге тигізді. Сағындық, деді сыбырлап. Сен мені 52 жыл күттім. Енді мен сені осы есіктің алдында қанша керек болса, сонша күтемін. Ол жас кезіндегі өзен жағасын елестетті. 19 жастағы Сағындық талдың түбінде тұр, қолында кішкентай жүзік. Ал жас Күләш оған қарай жүгіріп келеді. Бұл жолы араларында ешкім жоқ, ешқандай өтірік хат жоқ, ешқандай қорқыныш жоқ. Ол көзін ашты. Дәл сол сәтте ота бөлмесінің үстіндегі қызыл шам сөнді. Бәрі орындарынан атып тұрды. Есік ашылып, дәрігер шықты. Оның жүзінен ештеңе аңғару мүмкін емес еді. Күләш оған қарай бір қадам басты. Дәрігер маскасын шешті. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сол бірнеше секундта Күләштің бүкіл өмірі көз алдынан тағы бір рет өтті. Жас Сағындық, сарғайған хат, қарттар үйінің дәлізі, күміс жүзік, алма ағашы, ақ көйлек туралы арман. Дәрігер терең тыныс алып, ота аяқталды, деді. Күләштің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол тірі ме? Иә, бірақ жағдайы әлде өте ауыр. Алдағы 24 сағат шешуші болады. Айгүл жылап жіберді. Балалар бір-бірін құшақтады, ал Күләш қабырғаға сүйеніп көзін жұмды. Рахмет, деді ол сыбырлап. Дәрігер сөзін жалғастырды. Оның жүрегі өте әлсіз, бірақ бір нәрсе таңғалдырды. Не? Деді Күләш. Мұндай жаста кей науқастар ота кезінде күресуді тоқтатып қояды, ал ол соңына дейін берілмеді. Күләш көз жасын сүртті. Себебі оның оралатын адамы бар. Таң ата Сағындықты жансақтау бөліміне ауыстырды. Күләш әйнектің ар жағынан ғана көре алды. Ол аппараттарға қосылып жатыр, бірақ кеудесі баяу көтеріліп түседі. Демек, тірі. Күләш алақанын әйнекке қойды. Мен осындан, деді. Сол сәтте Сағындық ес-түссіз жатса да, оң қолының саусақтары әлсіз қимылдағандай болды. Күләш күлімсіреді. Естідің бе мені?
еш жауап болмады. Бірақ оған сол әлсіз қозғалыстың өзі жеткілікті еді. Ол күтуге дайын болатын. Бір күн, бір апта, бір ай. Өйткені бұл жолы олардың арасын өтірік те, басқа адамдардың шешімі де бөле алмайтын. Бірақ Күләш әлі білмейтін. Сағындық есін жиған кезде оның алғаш айтатын сөзі Күләштің тағдырын тағы да өзгертетін. Ал дәл сол күні ауруханаға келген бейтаныс бір қария қоңыр конверт әкелетін еді. Ол конверттің ішінде Күләш пен Сағындықтың жастық шағына қатысты ең соңғы, ең ауыр құпия жатқан болатын. Аурухана палатасының терезесінен таңның алғашқы сәулесі түсе бастады. Түн бойы көз ілмеген Күләш орындықтан тұрмады. Медбигелер бірнеше рет «Әже, аздап демалып алыңыз» деді. Бірақ ол басын ғана шайқады. «Мен 52 жыл күттім, тағы бірнеше сағат күтсем, ештеңе етпейді». Таңғы 8 шамасында дәрігер палатаға кірді. Аппараттардың көрсеткіштеріне қарады. Сағындықтың көз қабағы сәл қозғалды. Күләш орнынан атып тұрды. «Дәрігер, асықпаңыз, ол есін жинап келеді». Бірнеше секундтан кейін Сағындық көзін ақырма ашты. Алғаш көрген адамы тағы да Күләш болды. Жанары әлсіз еді, бірақ жүзінде тыныштық бар. Ол сөйлей алмады, тек Күләштің қолын іздеді. Күләш дереу қолын оның алақанына қойды. Сағындық саусақтарын ақырын қысты. Күләштің көзінен жас сорғалап кетті. «Мен осындамын». Дәрігер жымиып, «Ең қиын кезем өтті. Енді өзіңізге де күш жинаңыздар» деді. 3 күннен кейін Сағындық палатаға ауыстырылды. Ол әлі әлсіз болатын, бірақ күніне бірнеше қадам жүре бастады. Күләш әр қадамын санағандай қуанып жүрді. 1, 2, 3. Сағындық күліп, «Мен бала болып кеткен сияқтымын». «Жоқ. Онда сен қайта өмірге келдің». Сол күні түстен кейін ауруханаға 80-нің үстіндегі қария келді. Қолында ескі ағаш таяқ, бетінде терең әжім. Қабылдау бөлімінен «Сағындық деген кісі қай палатада жатыр?» деп сұрады. Оны палатаға алып келгенде Сағындық орнынан көтерілуге тырысты. «Танымай тұрмын». Қария ауыр күрсінді. «Танымайсың. Кешіріңіз. Мен өзімді де кешіре алмай жүрмін». Күләш пен Айгүл үнсіз қарап қалды. Қария орындыққа отырып, «Менің атым Жанайдар». Бұл есім Күләшке ештеңе білдірмеді, ал Сағындық кенет ойланып қалды. «Сен поштадағы Рахымжанның інісі емессің бе?» «Иә». «Сонда...» Қария басын изеді. «Мен соңғы куәгермін». Палаташы тына қалды. «Ағам өлмес бұрын маған бір сандық берді» деді Жанайдар. «Ішінде не болды?» «Сендердің хаттарың». Күләштің жүрегі зу ете қалды. «Қандай хаттар?» 52 жыл бұрын жетпей қалған хаттар. Қария қолындағы ескі матамен орылған түйінді ашты. Ішінен ондаған сарғайған конверт шықты. Әрқайсының сыртында бір ғана есім. Күләшке, Сағындыққа. Күләш жылап жіберді. «Бұлар?» «Иә». «Сонда...» Бірде-біреуі адресатына жетпеген. Сағындық үнсіз отыр. Көзінен жас ақты. Жанайдар баяу сөйлей бастады. «Ағам өмір бойы осы үшін азап шекті. Неге енді ғана келдіңіз?» «Себебі кеше ғана сандықты ашуға батылым жетті». «Осы уақытқа дейін қайда болды?» «Үйдің төбесінде». «Неге жасырдыңыз?» «Ағам, мен өлген соң ғана біреуіне бер деген». «Ал неге сонша кешіктіңіз?» Жанайдардың дауысы дірілдеп кетті. «Мен қорықтым». Ол бірінші хатты ашты. Сағындықтың жазуы. Дауыстап оқыды. «Күләш, бүгін саған жүзік сатып алдым. Арзан ғана, бірақ оны өз қолыммен тағатын күнді армандап жүрмін. Тағы 3 айдан кейін оқуымды бітіремін. Сосын бірден ауылға келемін. Әкеңнен рұқсат сұраймын. Егер келіспесе де күтемін. Тек сен күтуден шаршама. Сені сүйетін Сағындық». Күләш бетін қолмен жауып еңіреп жіберді. «Мен бұл хатты алғанда бәрі өзгерер еді». Жанайдар үнсіз екінші хатты ашты. Бұл жолы Күләштің жазуы. «Сағындық, бүгін тағы хат келмеді. Сені бірдеңе болып қалды ма деп қорқып жүрмін. Мен сенсіз ешкімге тұрмысқа шықпаймын. Сен келмейінше күтемін. Қанша жыл өтсе де күтемін». Сағындық көзін жұмып отыр. Ол осы сөйлемді 52 жылдан кейін ғана естіп тұр. Айгүл көз жасын сүртіп, «Бір адамның ашкөздігі екі отбасының тағдырын өзгерткен екен».
Жанайдар басын төмен салды. Иә. Бірақ ағам өмірінің соңына дейін өкінді. Өкініш бәрін қайтара алмайды, деді Күләш. Білемін. Дегенмен, мен оны кешірдім. Жанайдар тамырғап қарады. Неге? Күләш керен тыныс алды. Себебі мен қалған өмірімді кекпен өткізгім келмейді. Қария орнынан тұрды. Қалтасынан кішкентай ағаш қорап шығарды. Мұны да сендерге беруім керек. Ішінде кешкен гүл жатты. Өзен жағасынан үзілген кішкентай көк гүл. Жанайдар күлімсіреді. Ағам айтты. Не деді? Егер олар қайта кездессе, мына гүлді бер. Өйткені сол күні Сағындық осы гүлді Күләштің шашына қадаған еді, деді. Күләш гүлді көргенде күлімсіреп жылады. Мен оны әлі есімде сақтаппын. Сағындық ақырын күлді. Сен гүлді жоғалтып алғансың? Жоқ. Онда жүрегімде сақтап жүрдім. Бір аптадан кейін дәрігер Сағындықты үйіне шығаруға рұқсат берді. Балалары түгел келді. Айгүл де немерелерін ертіп келді. Кішкентай қыз жүгіріп барып, ата деп құшақтады. Сағындықтың көзінен жас шығып кетті. Сағындым ғой сендерді. Айгүл әкесінің қолын ұстады. Үйге бірге барамыз. Сағындық Күләшке қарады. Күләш жымиып, біздің үйге. Айгүл де күліп жіберді. Иә, біздің ортақ үйімізге. Көктем толық келді. Құрап тұрған алма ағашы аппақ гүлге оранды. Марат жұмысшылар шақырып ауланы жөндетті. Ерлан қоршауды бояды. Бүлнар ақ перде әкелді. Айгүл гүл отырғызды. Бір кезде бір-біріне бөтен болған адамдар енді бір отбасы болып кеткен еді. Сол күні Күләш ақ көйлек сатып алды. Қарапайым ғана, ешқандай қымбат емес, бірақ ол өмірінде алғаш рет өз қалауымен алған ақ көйлек болатын. Сағындық қара костюм киді. Айнаға қарап, 52 жыл кешігіп тұрмын ғой, деді. Күләш күліп, жоқ. Неге? Сен дәл уақытында келдің. Өйткені махаббаттың уақыты болмайды. Оның тек шынайылығы болады. Көктем ауылға толық келіп үлгерген еді. Саяжайдағы кішкентай үйдің ауласында тұрған алма ағашы ақ гүлге оранды. Жел соққан сайын гүл жапырақтары жерге баяу төгіліп жататын. Күләш таңертең ерте оянып терезені ашты. Сырттан құстардың дауысы естілді. Ол терең тыныс алды. Осынша жылдан кейін жүрегі алғаш рет тыныш еді. Қасында Сағындық ұйықтап жатыр. Тынысы бір қалыпты. Жүрегіне жасалған отадан кейін 2 ай өтті. Әлі тез шаршайды. Бірақ дәрігерлердің өзі оның мұнша тез қалпына келгеніне таң қалған. Бір күні дәрігер әзілдеп, сізді дәрден бұрын махаббат емдеп жатыр деген. Сағындық күліп, сол дәрінің рецепті еш дәріханада сатылмайды деп жауап берген еді. Сол күні түстен кейін балалар түгел жиналды. Марат аулаға ұзын үстел қойды. Ерлан самауырын әкелді. Гүлнар ақ дастархан жайды. Айгүл немерелерді ертіп гүл теріп жүр. Күләш таңырқап қарап тұр. Бүгін не болып жатыр өзі? Марат жымиып, бүгін ешқайда кетпеңіздер. Неге? Кешке көресіздер. Сағындық Күләшке сыбырлап, бұлар бірдеңе ойлап қойған сияқты. Иә. Қорқып тұрсың ба? Жоқ. Онда бақытқа әлде үйрен алмай жүрмін. Кешке қарай аула адамға толды. Қарттар үйіндегі достары да келді. Мейірбике Айман да келген. Жанайдар қария арнайы ауылдан жетті. Көршілер жиналды. Барлығы 30 шақты адам. Бірақ ең қызығы, ешкім мұның той екенін ашық айтпайды. Күләш те Сағындықта түсінбей жүр. Кенет Марат орнынан тұрды. Қолына микрофон орнына қарапайым кесе алды. Бір ауыз сөз айтуға рұқсат етіңіздер. Жұрт тыныштала қалды. Марат анасына қарады. Дауысы дірілдеп кетті. Апа, мен сізден өмірімде 2 рет кешірім сұрадым. Бірақ бір сөзді әлі айтпаппын. Бала күнімізде сіз біз үшін бәрінен бас тарттыңыз. Өзіңіз ауырсаңыз да білдірмедіңіз. Біз тоқ болсын деп өзіміз аш жүрдіміз. Біз оқысын деп ескі пальтомен жүрдіміз. Бізді ешқашан жалғыз қалдырмадыңыз. Ал біз сізді жалғыз қалдырдық. Күләш көз жасын сүртті. Марат сөзін жалғастырды. Біз сізді тек ана ретінде көрдік. Ал сіздің де арманыңыз бар адам екеніңізді кеш түсіндік. Бүгін сол қатемізді түзеткіміз келеді. Марат Сағындыққа бұрылды. Ата, сізді алғаш көргенде қабылдай алмадым. Бірақ кейін анамның жанары өзгергенін көрдім. Ол қайтадан күле бастады. Қайтадан өмір сүре бастады. Сол үшін сізге рахмет. Марат қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Ішінде 2 алтын сақина жатыр екен. Бұлар біздің сыйымыз.
Сіздер 52 жыл кешіктіңіздер. Енді тағы кешікпеңіздер. Күләш жылап жіберді. Сағындықта көзілдірбін шешіп, көз жасын сыртты. Айгүл де орнынан тұрды. Мен де бір нәрсе айтқым келеді. Ол әкесінің жанына келді. Әке, мен сізді ренжіттім. Анамды қорғадым деп ойладым. Бірақ анамның күнделігін оқығаннан кейін бәрін түсіндім. Егер анам бүгін тірі болғанда, ол да сіздің бақытты болғаныңызды қалар еді. Айгүл Күләштің қолынан ұстады. Сізге де рахмет. Әкемді қайтадан күле алатын адамға айналдырдыңыз. Күләш қызды құшақтап алды. Қызым, сен енді маған келін емес, қызымсың. Айгүл еңіреп жылап жіберді. Сол кезде кішкентай немересі жүгіріп келді. Қолында кішкентай ақ гүл шоғы бар. Әже, мынау сізге. Күләш еңкейіп гүлді алды. Рахмет айналайын. Қыз сыбырлап. Әже, бүгін сіз ханшайым сияқтысыз. Жұрт күліп жіберді. Ал Күләш болса, көз жасын тоқтата алмады. Өйткені өмірінде алғаш рет өзін дәл солай сезініп тұр еді. Гүлнар ақ көйлекті алып келді. Апа, киіп шығыңыз. Күләш көйлекті қолына алып ұзақ тұрды. Ақ матаны сипады. Мен мұндай көйлек кием деп ешқашан ойламаппын. Гүлнар күліп. Кейбір армандар кеш орындалады екен. Күләш бөлмеге кірді. Бірнеше минуттан кейін қайта шықты. Аппақ көйлек үстіне ерекше жарасып тұр. Ақ шашы ұқыпты жиналған. Көзінде жас. Бірақ жүзінде баладай қуаныш. Сағындық оны көріп, орнынан тұра алмай қалды. Ұзақ қарап тұрды. Не болды? Деді Күләш. Сағындық ақырын ғана. Мен дәл осылай елестететінмін. 19 жасынан бері. Жанайдар қария күліп. Ал күйеу жігіт, енді сөз сенде. Жұрт қол шапалақтады. Сағындық баяу орнынан тұрды. Қолындағы кішкентай қағазды ашты. Мен сөз сөйлеуге дайындалып келдім, бірақ қазір ештеңе ұмытып қалдым. Жұрт күліп алды. Сағындық Күләшке қарады. Сондықтан жүрегімдегі сөзді айтайын. Күләш, мен өмірімде көп нәрсеге кешіктім. Сені қорғауға кешіктім. Сені іздеуге кешіктім. Жүзікті тағуға кешіктім. Бірақ бір нәрсеге кешікпедім. Сені сүюге. Мен сені өмір бойы сүйдім. Қазір де сүйемін. Соңғы демім қалғанша сүйемін. Күләш жылап тұр. Ал сен? Күләш күлімсіреді. Мен де өмір бойы сүйдім. Тек айтуға қорықтым. Марат сақиналарды алып келді. Бұл жолы Сағындық Күләштің саусағына алтын сақинаны тақты. Күләш те оның саусағына сақина кигізді. Жұрт қол соқты. Бір кезде бүкіл аула гүлдің иісіне, күлкіге, көз жасына толып кетті. Кеш бата бәрі әм айтты. Немерелелер би биледі. Қарттар үйінен келген әжелер де күліп отырды. Айман Мейірбике Күләшке қарап. Сіз бізге үміт сыйладыңыз. Күләш басын шайқады. Жоқ, үмітті бізге өмірдің өзі сыйлады. Қонақтар тараған соң аулада екеуі ғана қалды. Алма ағашының астындағы орындыққа отырды. Ай жарығы ақ гүлдердің үстіне түсіп тұр. Сағындық Күләштің қолынан ұстады. Бақыттысың ба? Күләш біраз үнсіз отырды. Сосын күлімсіреп. Жоқ. Сағындық тап қалды. Неге? Себебі мен бақытты емес. Мен бақыттым өзімін. Екеуі күліп жіберді. Бірнеше минут үнсіз отырды. Сосын Күләш аспанға қарап. Білесің бе, мен енді Мүрбекке де ренжімеймін. Мен де. Ол да өз шамасынша жақсы көрген екен. Иә, ал бізге енді өткен өмірге емес, қалған өмірге қарау керек. Сағындық оның қолын қысты. Қалған өміріміз қанша болса да бірге өтсін. Бірге. 2 жылдан кейін. Алма ағашы бұрынғыдандай жалбы өсті. Сол ағаштың түбінде 2 орындық тұр. Көршілер күнде кешке сол жерде қатар отырған 2 қарияны көретін. Бірі кітап оқиды, бірі тоқмат оқиды. Кейде үндемейді, кейде күледі, бірақ міндетті түрде қол ұстасып отырады. Ауыл балалары оларды ғашық ата мен ғашық әже деп атап кеткен. Ал қарттар үйінде жаңа тұрғындарға осы 2 адамның суретін көрсетіп, үмітімді ешқашан жоғалтпа. Махаббат кейде ерте келеді, кейде кеш келеді. Бірақ шын болса, ол міндетті түрде өз жолын табады. Бұл өмірде бәрін қайта бастау мүмкін емес шығар. Бірақ жүректі қайта тірілтуге болады. Кейде 1 жылы сөз жеткілікті,
кейде бір кешірім жеткілікті, ал кейде 52 жылдан кейін кездескен бір адам жеткілікті.